Құрметті Қазалыдан тұрғындары, хабарландыру, сапар күткен Баймолдарға ашып кетті. Ал Әділқазыларға айтарымыз ас болсын. Кет! Мұсылмандардың қасиетті мерекесі айтпен келіп отыр. Олай болса, айттықты айту бізден, айттық Әділқазылардан болсын. Сендерге менің өкпеназым бар ма? Бірдеңе дедіңдер ме мұны? Жігіттер, осы ойынға шешендер мені кемсініп, томпақ семіз дейсіңдер. Осыған дейін халықтың бәрі мен шыдадым. Бәрінен елу томпақ бала, семіз бала. Олжасына, айтсаңызшы, біз неге бәрі түсінбейді? Неге кемсіне береді? Көрдіңіз бе, әне қуаншаға келмей атып етші. Сендер қырыла алмайсыңдар, төбелесе алмайсыңдар дейді. Ол жеге айтсаңызшы, кезінде юбилейді гүрленіп береміз ғой. Домбырасы несі? Тоқтар, сценарийде домбыра жоқ, алып жана. Не? Сен сценарийде жоқ деп оны. Біле білсең, домбыра деген қазақтың қасиетті де киелі аспабы. Мынандай сөз бар емес пе? Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Ешқайсың тарта алмайсың, неге алып шықтыңдар? Тарталапсың ба? Өзің тартқансың ба? Өзің тартқансың ба? Жоқ, мен тартқаным негіз былай. Үшінші класста тартқан былай. Тығылып, андай ешкімге көрінбей тартқан. Сосын бет балдар бәрін жиналып тартқан ше. Қораң артынан тығылып ешкімге ұстап қалмайды деп. Сосын андай кнопочный деген шыққан соңында тартқан. Сосын ше, болмай атса бет баклаш қойып тартатын еді біздер кезінде. Сосын бір күні қораң артына балдар тартып тұрып, әкем ұстап қалып, әкем біз тартып, оршын. Айтып тұрған әңгімеңсің. Айтып тұрған шықпын бағаннан бері финал, мереке, той деп. Аңғыш Әділқазылардың барлығы бізге сүңгізбен қарап отыр. Енді Әділқазылың бәрін танимын мен. Мен саусағымды танимын дегіш. Мен қайтып мен қараңыз. Әсен де сол Индира апайымыз. Мен керемет Олжас ағайымыз. Руслан ағайымыз отыр. Шәкірат ағайымыз отыр. Біздің Олжас ағайымыз көлік жабдықтарын сату магазинде, яғни дүкенде. Саламатсыз ба, бай? Саламат бол. Сіздерде машина алынма. Бітірсің бар ма?
болса қалай болады екен? Қай бөлмеден бастап қазылайын? Спальник. Құрметті достар, тамашалайық. Мүлде жарнамасы жоқ киілер. Адам өлтіреміз, арзан бағада адам өлтіреміз. Құрметті достар, тамашалайық. Кеше ғана ораза болды, дәл сол оразада ауыз ашарды қатты күтіп жүрген біздің топтағы әдеби мен Ақниет. Ауыз ашарда 5 минут қалды, ауыз ашарда 5 минут қалды, ауыз ашарда 5 минут қалды. Қандай әзір ұмытып біз реквизитті шығып қойдық қой. Сен де өлмейсің ба не? Біраз айта салшы, импровизацияны алып шығамыз. Тәуекел. Тамашалайық достар, суға батып бара жатқан балықтар. Құрметті достар, тамашалайық. Қазалыдағы такси тұрағында болған жағдай. Такси аламыз, такси. Салат сағай, лордқа 500 теңге. Жоқ, 700. Ай, 500 бар, 700, келмейді 500-ге. 500 бармайсыз ба? Жоқ, бармайды. Онда мен де бар. Онда мен де бармайды. Жоқ, сен бармайын дегенде бара бер. Тұрғанша лордқа баратында жүрсізге бара берсін. Мен әлі бармай-ақ қояйын. Мен естен бар, мен сен үшін бармайын ба? Отса 700-ге отыр дегенсің. Отырмайын мен. Саған маған дейін біреулер отырғанша 700-ге. Мен біреуге 700-ге кесе отырмайын мен. Сен де отқан жарсың маған дейін басқа біреулерге. Ай, 500, 700. Құрметті достар, тамашалайық. Қазіргі кезде көптеген қыздар Инстаграмға беріп кеткен. Дәл сондай қыздардың басынан өткен жағдай. Қыздар, қараңдар, маған Индира Шоу айтпас. Индира Шоу. Ол ештеңе емес. Маған қармақшыдағы Руслан айтпас. Ол ештеңе емес. Маған Олжас Ахметұлы айтпас. Қараңдар. Олжас Ахметұлы. Ол ештеңе емес. Маған Рысқұл Айниязов айтпас. Рысқұл Айниязов. Ол жерде. Сұрағым келіп тұр. Олжас ағай, банан қалай екен? Ұнады ма? Сіз үшін ғой. Рахмет, елу-елу жайдарманып тауға. Топақтарды өте қатты жақсы көретін әжеңіз кино түсіріпті. Киноның аты «Май жүрек мың бала». Ойындады. Аграрный жастар, Аспа. Астанаға мен бардым аквариумды көруге, елорданың төрінде аралап мен жүрдім де, іші толған балықтар тиіспеді ағай, ал мен болсам тыңдамай аквариумды сындырдым. Медуза, 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 акула. Мәреге мағлад. Депозит және отыр. Бірінші 10, екінші бұрыш. 25 кил 10. Мынау не? Продуктың ağzına кетті ғой. Кешіресіздер. Бірінші саз шайнай беретін маған жағыс қатты.
Бәрекелді. Байқоңыр МРЦ. Жақында бір жаңадан батарейка ойлап табылыпты. Батарейка аты прокурордың ұлы. Прокурордың ұлы ешқашан отырмайды. Бәрекелді. Так, көңілдеріңізде шықпаған команда көрсетсеңіздер, не болмаса. Кезінде бір бабник болған ағамыздың жұмалығында танымайтын кемпірлер жүр екен. Бәрекелді. Айрым жастар. Амангелді батыр шауып келе жатыр, арқасына оқ тиіп больницада жатыр. Бұл анекдот. Депозит жайдырмады. бір күні күрекпен кетпен қырылып жатса айыр жұртты Байқоңыр МРЦ. Бір иманы кірген қораз тауық кепеге барып, мынау дұрыс емесе, некеге тұрайық. Істеп жүргеніміз күнә деп. Бәрекелді. Көңілдеріңізде шықпаған команда. Лифтте қызбен жалғыз алып қойған жігіттің әні. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Депозит. бұрын бір полиция қызметкері болған ағамыз қазір мұғалім болып балаларға жазасыңдар ма жазбайсыңдар ма депті. Байқоңыр МРЦ. Бір ағамыз машинасына газ орнатып алыпты. Енді ужин заттық бәрі сияқтан ішіп жүр. Сараның бәріміз бірге салайық, екке салайық, үшке салайық. Депозит жайдырмады. Халалдың бағдарламасы көріп отқан бір ағам тыныш Жамира сөйлеп жатыр депті. Жеңімпаз аграрка. Рахмет. Ормандағы түлкінің айтқан әні. Капан, ты самый опасный для меня. Депозит жайдырмады. Мақал, біреуге не істесең алдыңа сол келеді дегенде естіген бір ағамыз әйелдерін естігеніне өгініп жүр дейді. Сотқыш Қайсыз? Оқи берсін. сотқыш құлап отқан баласына мамасы келіп. Ишар құрметті жастар, қазағымыздың алдындағы жастары, және жайдарманшылары. Яғни есі жау жүрмін, кетіп қалар. Ал бүгінгі ойын туралы айтатын болсақ, бүгінгі ойын өте тартысты, жақсы болды деп былай айтуға тағы да келмей жатыр. Орташа болды. Келген қонақтар сіздерге риза болдым. Өздеріңіз тап-таза, сондай артық движениелеріңіз жоқ. Сондай бір айын аман отырсыздар, жайдарманның төрінде көрулерге тілектеспін. Келесізден көрейік дайындайды. Ал қазалы елуден сіздер пісіп тұрсыздар, просто енді шамалы әзіл жағынан жетің неғылыздар. Өтеді-ау деп не болса соны көрсете бермеңіздер. Шамалы қасыңызда нелеріңіз болса, тәлімгерлеріңіз болса айтыңыздар. Сол, ал сіздерге де әлі дайындық керек. Ана жігіт маған ұқсайды екен. Менің ойнағаным ұқсайды екен кезіндегі. Дәл осылай жүре берсең, кем дегенде сол маусымашарға барып қатысалмай қайтып келесің. Бәрекелді. Көп рахмет. Дәл осындай жайдарман бола берсін. Бачо. Жалпы көп сосын келіп тұрған жоқ. Жайдарманшыларға рахмет. Қанекей жайдарманшыларға қошеметтеп қояйықшы. Бүгін барынша айтыр сіздердің көңілдеріңізді табу үшін осы жерге келіп, дайындалып, шаштарын тарап, бір шаштарын тарамай әйтеуір келді ғой. Сондықтан да жайдарманшылар сіздерге рахмет. Алда үлкен белестерді бағындыруға тілектеспін. Сіздерге айтарым, жазыңыздар, сол кезде биіктен көрінесіздер. Құрметті тамыр терең тарихи қасиетті қазақ жастары, бүгін мынау жайдарманға қош келдіңіздер. Енді бір уақытымызды алмай, бірден марафатқа көшейік. Енді бүгінгі жайдарманшыларға қазақ ауданы жастарының атынан алғыс білдіреміз. Алғыс жастар ресурс орталық коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жанынан құрылған жайдарман лайф жобасы аясында қазақ аудандық жайдарман лигасының жеңіске қалды бір қадам ақтық мәресінің қорытындысы бойынша өнегелі ойын көрсеткені үшін депозит командасы марапатталады.
ойын көрсетіп, дәрежелі 3-ші орын иемдеген үшін аграрный командасы марапатталады. Үшін ерекшелі командасы марапатталады. Енді мен аграрлық жастардың ұпай санына келсек, 17,4%-мен тең түсті. Әділқазылар алқасының шешімімен 2-3 орында солай бердік осы әділқазылармен. Енді үздік ойыншы Санжар марапатталады. Депозит. Депозит промыслының үздік ойыншысы жас жеткіншек. Бұл енді Рәке, сіз енді осы Қазалы ауданының Evolution'ның Жайдарман командасы осы дипломды жариялауға сізге берейін. Бірақ мен бір-екі сын айтып кетейін, дұрыс кетсеңіздер. Құрметті командалар, мына біріншіден Байқоңырдан келген қонақтарға мың алғыс, Қазалы аудан жастарының атынан. Енді шынымен де біздің жалпы Қазалы ауданына айтылатын бірақ қана сын бар, бірақ қана сын. Бізде жалпы жасыратын жоқ, мынау Жайдарманнан әлі біз кеш келе жатырмыз. Қазір енді аудандарға қарасақ, Аралда Жайдарманның мектебі бар, мына жағымызда Қармақшыда мектебі бар. Сол Қармақшы құрамасының мүшесі Руслан келіп, осындай өзінің тәжірибесімен осындай жігіттерді дайындап келе жатыр. Жігіттер, сендерді ашық лигада емес, премьер лигада емес, дайым сендерді мен жоғары лигада көрейін. Сәттілік. Тәжірибесі бар команданы, іздене білетін, жаза білетін команданы мойындауымыз керек. Рахмет. Көрермендер, өнегелі ойын көрсетіп, чемпион 2018 дәрежесін иемденген үшін Байқоңыр командасына Жайдарман сайыстарының финалистері, яғни чемпиондары Байқоңыр СПС құрамасы және де Терезосын Еуропасы Музар тобы.